Тары көптеген ауруға ем. Одан дастарханның сәнін кіргізетін бірнеше тағам жасауға болады. Солардың бірі майсөк. Майсөкке қуырылған тарыны 3-4 рет жуып аламыз. Сақырлап қайнап тұрған суды тарыға құямыз. Суымыз тарыдан сәл ғана асып тұруы керек. Бетін дұрыстап, ауа кірмейтіндей жауып, 20 минуттай бұқтырып қоюымыз керек. Сонда тары бүкіл суды бойына сіңіріп алады да жұмсарады. Енді тарыны қалың матаға ораймыз. Тарының суы құрғау керек. Уақыт өткеннен кейін басқа матаға тар кепкенше жайып қоямыз. Кепкен тарыны ыдысқа салып, үстінен бөлме температурасындағы сары майды құйып, дәміне қарай қант пен шым-шым тұз қосамыз да араластырамыз. Майсөкті сол күйінде де немесе шайға салып жеуге де болады. Асқазанға пайдасы өте көп әрі сіңімді. Бұрындары апаларымыз малдың майларына қуырып, әзірлеп оразада сәресіге жеген. Осының арқасында олар тоқ жүрген екен. Ал майсөгіміз